Егер баланың салмағына сай жасамайтын болсаңыз, одан пайда тимейді. Көп ата-ана оған көңіл бөлмей жатады, көп ата-ана білмейді. Сонымен бүгінгі видеода біз толық бөлісеміз. Сіздерге өте маңызды ақпаратты айтам. Қайырлы күн, құрметті менің YouTube каналының оқырмандары, құрметті ата-аналар. Бүгін сіздерге өте маңызды ақпаратты айтам. Ол мына қарапайым ингаляция жасау кездегі біздің жіберетін қателіктеріміз. Бұл қателіктерді сізге тізіп айтпас бұрын мен сіздерді жалпы ингаляцияның механизмімен және ол қалай жасалынатынын, бұның мақсаты қандай екенін түсіндіріп кетейін. Небулайзер аппараты, бұның мақсаты бізде медикаментті, препаратты, дәрілік заттарды буға айналдырып, майда түйіршіктерге айналдыру. Ол майда түйіршіктер тыныс алу уақытысында өкпеге, майда бронхиолаларға дейін жетуін қамтамасыз ету. Және ингаляция аппараты құрылысы бойынша бізде келесі бөліктерден тұрады. Аппараттың өзі, проводник, шланг, бізде чашка, чашканың ішінде распылитель және де маскадан тұрады. Маска детский, взрослый болып бөлінеді. Енді бұл жерде біз дайындаған кезде толық аппараттың өзін, небулайзердің өзін құрастырып аламыз. Бізге қажетті препараттар, ол ингаляцияға арналған раствор. Ол беридуал болуы мүмкін, флумицил болуы мүмкін, пульмикорд болуы мүмкін. Кейбір жағдайларда бізде амбромен де ингаляция жасап жатады. Себебі стойкий мокротаны сыртқа шығару мақсатында. Растворымыз қажет. Және бізде натрий хлорид, бұл разводить етуге екеуін араластырып жасауға. 0,9% натрий хлорид ерітіндісі. Және бізге шприц керек. Шприц бізге қажетті мөлшерді мынаның ішінен тартып алуға. Себебі бұл үлкен рөл играть етеді. Егер баланың салмағына сай жасамайтын болсаңыз, одан пайда тимейді. Енді бұны қалай дайындадық? Растворды алдық, оны біз ингалятордың чашкасына құямыз. Яғни осы жердегі ерітіндіні ішінде байқасаңыздар, распылитель бізге майда түйіршікке айналдырып отырады. Растворды құйып алғаннан кейін келесі біздің мақсатымыз ол ингаляциямен баланы, сол әрекетті балаға жасау. Осы кезде сіздің жіберетін қателіктеріңіз бар. Көп ата-ана оған көңіл бөлмей жатады, көп ата-ана білмейді. Сонымен бүгінгі видеода біз толық бөлісеміз. Лайк басып, менің арнама тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Ең бірінші қателік, ингаляциямен жалпы біз ингаляция балаға жасайтын кезде бірінші жіберетін қателігіміз ол фильтрді тексермеу. Ингалятордың әр аппаратта енді әр жерде орналасқан, но основном осындай проводник шлангтың түбінде бізде фильтр орналасады. Мына амронда бізде мына жерде орналасқан. Яғни ішін байқасаңыздар, мақта тәріздес фильтр бар. Бұл кірлесе, өткізгіштігі төмендесе, қажетті ауаны мына жаққа бізге бере алмайды. Соның әсерінен дәрілік затымыз да қажетті түйіршікке айналмайды. Получается, сізде бұл жасап жатқан іс әрекетіңізден ешқандай нәтиже шықпайды. Өкпенің керек жерінде дейін дәрілік зат жеткізе алмайсыз. Сіз 5 күн жасайсыз, 3 күн жасайсыз, но балада одан ешқандай эффект көрмейсіз. Бұл бірінші қателік. Менің екінші айтатын қателігім, ол бізде дәрілік заттың дозасын дұрыс алмау. Көбінесе қазір мен байқайтын нәрсе, маған келген пациенттерде, басқа ата-аналарда ингаляцияның өздігінен бастап, баланың салмағына расчет жасамай, өздігінен жасап жатады. Сіз ингаляцияға арналған ерітіндіні көп мөлшерде алсаңыз да, аз мөлшерде алып қойсаңыз да, балаға одан әсер болмай қалуы мүмкін. Сол үшін міндетті түрде дәрігермен кеңесіңіз. Бұл қателікті сізге ешқашан жібермеуге кеңес беремін. Енді келесі менің айтатын үшінші қателігім, ол балаға ингаляция жасаған уақытта баланы дұрыс емес отырғызу. Негізгі алгоритм бойынша, негізгі ингаляцияның тәртібі бойынша бала мүмкіндігінше тік отыру керек. Егер балаңыз еркелеп, сізге көнбей, қисайып, жатып, немесе де сіздің алдыңызда алға қарай еңкейіп, мына кеуденің төменгі бөлігін, диафрагманы қатты қысатын болса, тынысы дұрыс емес болса, ол кезде одан әсер болмайды. Сол үшін мүмкіндігінше баланы алдыңызға отырғызып, тігінен және мына масканы, мұрын, ауыз қуысын толығымен жабуын қамтамасыз етіңіз. Сол кезде сізге күткен нәтиже тез жетеді. Төртінші қателік, бұл ингаляциядан кейін баланың ауыз қуысын, мұрын қуысын шаймау, яғни тазаламау. Мысалы, мен қолымдағы пульмикорд ерітіндісі бұл ауыз қуысының шырышты қабатын зақымдайды.
Сол себепті ингаляция жасап болғаннан кейін физиологиялық ерітіндімен қарапайым сумен аузын мұрнын міндетті түрде баланың тазалап алу керек. Ол ертеңгі күні сіздерде стоматиттердің болмауына жағдай жасайтын бірден бір мүмкіндік. Енді бұл толық қателіктерді мен основной жіберетін 4 қателік сізге айттым. Осы қателіктерді жібермеңіздер. Бұл ингаляция барлық жөтел түрінде көрсеткіш емес. Осыны естеріңізге сала кетейік. Ингаляцияның негізгі мақсаты бронхты кеңейту, ол жердегі қабынуды басу, қақырықты шығаруға көмектесу. Ал егер сіздің балаңызда тыныстың жоғарғы бөлігінде мұрын, тамақта қызарудың әсерінен, сол жерде бөлініп жатқан бөліндінің, яғни слиздің, мокротаның әсерінен жөтеліп жатса, мұрыннан артқа қарай аққан слиздің әсерінен тамақ жыбырлап жөтеліп жатса, ол кезде сізге ингаляция қажет емес. Олай жасаудың қажеті жоқ. Лайк басып, видеоны өзіңізге сақтап алыңыз, таныстарыңызға жіберіп қойыңыз. Мен айтқан қарапайым қателікті ол кісілер де жіберіп жатуы мүмкін. Келесі видеоларда кездескенше менің арнама тіркелуді ұмытпаңыз.